Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай әрі тез дайындалатын гарнирге және сушиға қолданылатын күрішті жасаймыз. Менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге алдымен бір кесе күріш қажет. Оны ыдысымызға салып, салқын судың астында 3-4 рет жақсылап жуамыз, суы тазарғанша. Содан кейін қазанымызды отқа қойып, кішкене ғана май құямыз. Майымыз қызған соң, жуылған күрішімізді салып қуырамыз. Күрішімізді араластыра отырып, қозғап отырып, осылай қуырамыз. Төрт-бес минуттай қуырып аламыз. Және кішкене тұз саламыз. Содан кейін бір бокал су құямыз. Күріштің бетін жауып тұратындай болу керек. Қазанның қақпағын жауып бұқтырып қоямыз. Міне, дайын болды күрішіміз. 10-15 минут бұқтырып қоямыз. Суы әбден тартылып, осындай шашырап әдемі болып піседі. Гарнирге, сушиға пайдалансаңыздар болады бұл күрішті. Өте әдемі болып, дәмді болып шығады. Мен осындай формаға міне салып, гарнирге осылай пайдаланамын. Жасап көріңіздер, өте оңай. Осылай жасап көріңіздер. Менің видеом ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, подписаться кнопкасын басуды ұмытпаңыздар. Менің каналымда өте көптеген рецептердің видеолары бар. Каналыма тіркеліп кетіңіздер. Рахмет, ас болсын.